Қант диабеті деген не? Қант диабеті ұйқы безі инсулинді жеткіліксіз өндіргенде немесе организм өзі шығаратын инсулинді тиімді пайдалана алмағанда дамитын созылмалы ауру. Ал инсулин қандағы қант деңгейін реттейтін гормон. Түбінде гипергликемия немесе қандағы қант деңгейінің жоғарылауы организмнің көп жүйесіне, әсіресе нервтер мен қан тамырларына айтарлықтай зиян келтіреді. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының жазуынша 2014 жылы 18 және одан жоғары жастағы ересек тұрғындар арасында диабетпен ауыру 8,5% құраған. 2016 жылы қант диабеті салдарынан 1,600,000 адам қайтыс болған. Сіздермен бірге Шипагер арнасы. Достар, қазан айының аяғына дейін 1000 оқырманға жетуге атсалысуларыңызды сұраймыз. Осы видеоны көріп отырсаңыз, арнаға тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны баса кетіңіз. Сіздің болмашы ғана әрекетіңіз бізді шабыттандырады. Қант диабетінің түрлері. Қант диабетінің бірнеше түрі бар. Қант диабетінің бірінші түрі. Бұл ұйқы безінің өздігінен инсулин өндіре алмауы салдарынан қан құрамында осы гормонның тапшылығы туындауы. Бұл көбіне жас адамдарда кездеседі. Қант диабетінің екінші түрі. Бұл ең көп таралған түрі. Ол ұйқы безі тым көп инсулин түсіп, бірақ глюкоза молекуласының ағза жасушаларына жеткізілуін қамтамасыз ете алмауы кезінде туындайды. Глюкоза бұл энергетикалық көзі. Ол машинадағы бензин секілді энергия береді. Егер қандағы инсулин жұмыс істемесе, ол ағзада жеткіліксіз деңгейде болса, онда глюкоза жасушаларға жетпейді. Соның салдарынан жасуша жұмыс істей алмайды. Ол кейбір жасушаларға қарапайым диффузия жолы арқылы түсе алады. Ол жасушаға еніп, бір бөліктен екіншісіне өтеді. Сондай-ақ глюкоза өздігінен жете алмайтын жасушалар да бар. Оларды ақуыз жеткізу керек. Гестациялық қант диабеті. Ол тек жүкті әйелдерде кездеседі. Босанғаннан кейін көміртек алмасуы қалпына келіп жатқан кезде оның жоғалуы жиі болады. Бірақ қант диабетінің екінші түрі айналуы мүмкін. Сонымен қатар, генетикалық ақаулар салдарынан туындайтын қант диабетінің басқа да айрықша түрлері кездесіп жатады. Бірақ ол сирек кездесетін жағдай. Ендеше, осы қант диабетінің емін ғылыми деректерге байланысты емдік шөптер арқылы азайтуға болатынын көрсетеміз. Яғни, емдік шөптерден тұнба жасап, қандағы қант мөлшерін азайту жолдары. Тұнба бүгінгі ең тиімді әрі қолжетімді дәрі. Оның қауіпсіздігі өз алдына. Бастысы дұрыс дайындап, уақытылы ішсеңіз болғаны. Тұнба адамның саулығына да, сұлулығына да таптырмайтын емдік әдіс. Оның пайдасы орасан зор. Біз ұсынып отырған әдіске қолданатын шөптің құрғағы да, балғыны да жарай береді. Одан бөлек, бұл емдік шөптерді кез келген дәріханадан немесе базардан табасыз. Сонымен, қандағы қанттың мөлшерін қалпына келтіретін емдік шөптермен танысып алайық. Оның емдік қасиеті, пайдасы туралы айтамыз. Сонан соң, қалай дайындап ішу керектігіне тоқталамыз. Назарларыңыз бізде болсын. Бойдана хильба, Еуропа мен Оңтүстік Азияда өсетін бір жылдық өсімдік. Оны демдеуіш ретінде батыс асханалары қолданады. Ал медицинада емдік шөп ретінде кеңінен танымал. Бойдана өсімдігі холестеринді реттейді, гастритті, ағзаның қабынуын және бауыр ауруларын емдейді. Ал құрамындағы кумарин мен никотин қышқылы диабет ауруының алдын алып, қандағы қант мөлшерін қалпына келтіріп қабілетті етеді. Қабылдау мөлшері алдын ала дайындалған тұнбаны күніне бір рет, бір шыныдан ішесіз. Емделу мерзімі 1 ай. 1 апта үзіліс жасап, екінші рет тағы қайталайсыз. 2 курс емнен соң диабет ауруын мүлде ұмытатыныңызға сеніңіз. Адам тамыр женщин. Қанттың мөлшерін реттейтін емдік шөп. Оның құрамындағы паноксан ағзаның дұрыс жұмыс істеуіне, қандағы қанттың мөлшерін қалпына келтіруге қабілетті. Бұл шөп инсулин өндірісіне көмектеседі. Әлде қайда көп қолданылуы керек. Капсулада да қолдануға болатын дәрілік шөп. Қабылдау мөлшері адам тамырдан дайындалған тұнбаны күніне 1 рет, 1 шыныдан ішесіз. Емделу ұзақтығы 3 ай. Арада 1 ай үзіліс жасап, қайтадан жалғастыруға болады.
Түймедақ кеңінен танымал бір жылдық өсімдік. Оның емдік қасиетін тізіп тауыса алмайтынымыз анық. Десе де, диабет ауруына керемет ем екенін біле жүріңіз. Түймедақ ас қорыту жолдарын, тамақ, тыныс алу жолдарын емдеуге қабілетті. Одан бөлек ұйқысыздық ауруын, ревматизм зардаптарын, геморройды емдей алады. Ең бастысы, қандағы қант мөлшерін қалпына келтіреді. Ал құрамындағы гликоген заты бауыр мен ұйқы безді аурудан қорғайтын қызметті атқарады. Қабылдау мөлшері түймедақ тынбасын күніне 2 рет 1 шыныдан ішесіз. Емді тамақтан соң қабылдау керек. Көк шай инсулиннің қызметін атқарады. Бұл туралы көпшілігіміз естімеген де болармыз. Алайда, көк шайдың диабет дертіне тосқауыл қоятын қасиеті бар екен. Аталған сусын қанттың мөлшерін төмендетіп, ағзаның жұмысын жақсартады. Қабылдау мөлшері күніне 3 рет көк шай демдеп ішіңіз. Егер 2 ай бойы үзбей ішетін болсаңыз, саулығыңыз жақсарып, сұлулығыңыз артады. Ескеріңіз, көк шайды аш қарынға ішуге болмайды. Ем болсын. Видеоны жақындарыңызбен және достарыңызбен бөлісіңіз. Келесі видеода кездескенше сау саламатта болайық. Ауырмаңыздар, дендеріңіз сау болсын. Сіздермен бірге Шипагер арнасы.